Бәріне сәлем, сіздермен бірге Наздану подкаст. Бұл 5-ші шығарылым. Менің есімім Гүлназ және бұл эксперименталды подкаст. Мен жасым 22-де және мен жай ғана өзімнің ойларыммен, өзімнің көзқарасыммен бөлісу үстіндемін. Осы жолда мен болғандарыңыз үшін көп рахмет. Ал бүгінгі тақырып қателесуді қалай жақсы көрдім. Маған бұл өте қызық көрінді, себебі кезінде нақты есімде қалған бір период бар. Барлық нәрсені жаңадан жасап үйреніп жатқан кезде мен көп қателесетін, өте көп. Әрбір жасаған ісім мен дұрыс емес болып шығады. Себебі әрине менде тәжірибе жоқ, менде дым көрмегенмін да. Дым естімегем, дым көрмегем, дым білмегем деген сияқты. Просто бір ортаға түсіп, сол жерде ориентировалась, так сказать. Өте маңызды негізінде қателесуді дұрыс қабылдай білу. Айтады ғой, мысалы, біреу сынап сені жаман жағынды көрсетіп немесе ауыр жағына басып бетіне айтып жатса, онда қабылдама дейді. Негізі андай бар, таспен атқанда аспен ат дейді мысалы. Соның бәрі бір ортаға жақын тақырып деп ойлаймын. Біреу сіздің кемшілігіңізге басып жатса, демек сіз ол нәрсені басқаша өзіңізге қолайлы ретінде қарау керек деп түсіндім. Мен де солай. Мен неге қателесуді жақсы көрдім да, қайтып оралатын болсақ, дым білмеген уақытта, яғни мен студенттік 2-ші курс кезінде бастадым, мысалы бірдеме істеп, былайша айтқанда. Сол кезде менде әрине ұяласың, әрине қателескен кезде, әрине жердің астына кіріп кеткің келеді, жынданасың, өзіңді жек көргің келеді. Неге олай істедім, неге олай болды, келесіде олай болмайтындай не істеу керек, тағы көп ойлана бересің негізінде. Ол ойлар болатын да шығар, бірақ та уақыт өте келе қазір мен өте жеңіл қабылдаймын кез келген қателікті. Мен күнде қателесемін, достар. Күнде бір күні менің қателіксіз өтпейді. Неге? Себебі орысша мынандай сөз бар ғой, не ошибается тот, кто ничего не делает дейді. Түсінесіздер ма? Егер қателестен қорқып жүретін болсақ, онда біз мүлдем ештеңе істемей қойсақ та болатын еді. Сол себепті мен тіпті көлік жүргізетін права да, мысалы, соны алған кезде өзінде айдағанда менде қателіктер болды. Мен оны жасырмаймын. Қателіктер болды. Мен жыладым, өкіндім, жындандым, талай нервым кетті оған. Конечно, ол өту керек, сондай бір тәжірибелік уақыт болды. Бірақ қанша дегенмен қателесуден қорықпау керек, қателесуге бару керек, қорқатын жерден көру керек, өту керек, бастан өткізу керек, былайша айтқанда. Орысша айтады, надо пробивать шишки деген. Мен универде жүргенде сол нәрсені көп айтатын, себебі біз тым қорқып қалған, сондай студент, абитуриент болып келдік та, себебі мектепте өте көп баса береді. Слай істеме, бүйтіп істеме, мынау қате деген сияқты, дұрыс дегенді айтпайды да, сонда тек қателіктеріне басатын. Соның кесірінен біраз қорқып қалған, зашуганный дейді ғой, мысалы, сондай бір адам болып шыққанды есімде мектептен. Және универде менде сол бір үлкен барьер сияқты болып көрінді. Мен егер қазір қорқып отыратын болсам, мен жылдарым өтеді, бұл универден ештеңе қалмайды деген сияқты. Сол себепті менде сондай бір шешім қабылдаған уақыт болды. Ол да мен есімде түсіп жатыр қазір ойлап қарасам. Кез келген бір қиын болып көрінетін нәрсені бәрібір көзіңді жұмып, қолыңды созып алу керек та, мысалы. Себебі егер ол нәрсе әрине өмірге ешқандай зиян тимейтін зат болса, конечно, все в пределе разумного, достар. Менің басым өткен тағы қандай нәрселер болды қателікке байланысты. Айттым ғой, күнде қателік жасаймын. Мен мысалы қазір жақын арада боксқа барып бастадым. Жалпы спорт десе мен көп неше түрлі нәрселерге қатысып, тастап сөйтіп жүрген адаммын. Бірақ та бокс ерекше ұнап жүр. Кейінгі уақытта 1 ай болды барғаныма. Бірақ қателіктер болды әрине. Мен бірінші күні мысалы перчаткасыз келдім да. Мен логично ойладым, вряд ли бірінші күні маған перчатка керек болады деген сияқты. Бірақ окей, мен қателестім, аяқта ұялдым, ойбу дедім. Тағы қателік, ол мен кешіктім, 1 рет кешіккенім болды. Сол кезде қатты ұялдым. Ештеңе кетпейді да, мысалы 45 минут кешіктім да, по идее сабақ өзі тренировканың өзі 1-ақ сабақ болады ше. Кірмей қояйын ба деген ойлар болды, андай ұялғаннан. Жерге кіріп кетемін ғой, бәрібір не бетімді айтамын деген сияқты. Ладно, бопты, 15 минут болса да терлеп қайтайын дедім да, кірдім. Сөйтсем, да, просто қосылып істей бер деді. Сөйтіп біз больше обычного дайындалдық. Есесіне 15 минуттың орнына 30-40 минуттай все-таки болдым. Яғни просто жолым болып кетті да, мысалы. Ал егер біз қорқып, осылай шығар. Яғни бір шетінен қарап тұрсақ, біз басқа біреу үшін жауап беріп тұрмыз. Тренер осылай айтады деген ойды мен өзім құрастырып алдым. Ол әлі айтқан жоқ, ол нәрсе әлі болған жоқ, олай болатыны нақты емес. Бірақ мен қорыққаннан өзім құрастырып, өзім сеніп, соған қала салатындай бір сәтте болып қалдым да, мысалы. Бірақ олай істеген жоқпын. Өтеге бардым и сол нәрсеге қатты қуандым. Артқа қайтпағаным үшін. Сонда да қателік болса да бастан өткізгенім үшін қуандым. Тағы қандай қателіктер бар? Жұмыста да көп қателіктер болып жатады. Ұмытып кететін заттар болады, немесе бүйту керек еді, былай емес, керісінше бүйту керек еді
деген сияқты. Менің ойымша бұның бәрі пределых нормы. То есть керісінше айтып тұрмын ғой, жаңа нәрсені жасап көрген кезде бәрібір как ни крути қателік болады, және ол қателікті ұялмау керек, ол қателікті достойно қабылдау керек ше. Ең дұрысы, ең здоровое отношение, так скажем, в этой ситуации, то, что когда қателікті көріп, бастан өткізіп, кейін ол нәрсені сабақ ретінде алып, келесі жолы қайталанбайтындай. Яғни 2-3 рет қайталанатын қателіктер это уже сылтау, это уже қатенің қатесі деген сияқты. Сол себепті бұл сөзге жалпы негативно қарауды қою керек деп ойлаймын. Меніңше бұл жерде тек қана үлкен тәжірибе бере алатын үлкен бір зат жатыр. Соның арқасында шығар көп нәрсені бастан кешіріп, қорықпай, неше түрлі бір опыттарды бастан өткіземіз. Меніңше тағы қандай мысал келтірсе болады. Басында бөліскім келген историялардың бірі, ол дейтін қателікті мен күнде жасаймын дедім ғой, мысалы. Сол нәрсені қайталай бергім келеді. Факап деп айтады мысалы. Менде негізі андай даже мелочный заттарда қате кетіп қалады. Типа біреуге ақша жіберу деген сияқты, бір номерін жазғанда бір номер қате кетіп басқа адамға кетіп қалады да мысалы. Немесе білмеймін, кілт ұмытып кету, немесе там ұшаққа регистрацияны ұмытып кетемін, сөйтіп 5 минут қалғанда өтіп кетеміз деген сияқты. Просто пронесло, да. Но қанша дегенмен қателіктер мені күштірек жасайды. Яғни мені өсіретін нәрсе сол болды. Мен соны түсіндім. Мен басқаша еш нәрсені үйрене алмайтынымды түсіндім. Сол себепті просто вот қорқып тұрсам, демек сол жаққа бару керек деген бірінші қағида шығардым. Екінші қағидам ол егер қателесіп жатсаң, демек өсіп жатсың. Қуану керек ол нәрсеге. Я 1-2 минут өкінуге болады. Неге өйттім, неге былай болды деп. 1-2 минут, бірақ одан көп емес достар. Одан көп ол дым маңыздылығы жоқ нәрсе. 5 жылдан кейін сен оны есіне салмайсың, сол себепті оның маңыздылығы полностью пропадает, так скажем. Да, меніңше солай. Қателікке деген көзқарасты өзгерту ол үлкен бір сенімділікке келеді. Нақты есімде бар деп айта аламын. Осы универге түсіп, енді ғана жұмыс іздеп, мамандығын таңдап, неше түрлі нәрсені изучать етіп бірінші курстарымды алып оқып жатқан кезде менде андай сезім болды. Толықтай менде сенімсіздік көп болды менің бойымда. Өте көп. Кез келген нәрсені бастаған кезде мен мың ойланып, мың толғанып, соңында мен жасаймын дейінше басқа біреу жасап, сөйтіп қалатынмын, короче. В итоге қазір қалай? Вот мен айтайын деймін, сол кезде менде сенімділік туралы өте көп сұрақтар болады. Мен прям ютубқа жазады, как набраться смелости, что такое смелость, там, как быть уверенным деген сұрақтар. Бұл да бір енді қолдан келгенше ізденудің жолы ғой, былайша айтқанда. Рахмет айтамын сол үшін. Негізінде соған байланысты неше түрлі блогерларды көріп, солардың ойларын естіп түзеп алғаным бар миымды, былайша айтқанда. Сонымен бөлісе кетейін. Сенімділік қайдан артады? Сенімділік көп іс-әрекет жасағаннан артады. Егер сіздерде бір сенімсіздік не нәрсеге туады, мысалы, мен мына жұмысқа барып өзімді сынап көрейін дейсің. Сосын сенімсіздік сезесің. Мен алмайтын шығар, мен қолымнан келмейтін шығар, мен не білем, мүмкін былай болады, мүмкін былай деген сияқты. Сол сәтте просто көзіңді жұмып барып көру керек, сөйлесу керек. Білмесең қателесесің, үйренесің, одан кейін білесің, одан кейін сенде сенімділік артады. Ол нәрсені тоже егер осознанно жасайтын болсаңыздар, бірден түсінуге болады. Егер неосознанно қателіктен қателік, там, да, просто проживать, так скажем, жизнь, тогда можно пропустить этот момент. Қорытындылайтын болсақ, қателіктен қорықпау керек. Бірінші қағида. Екінші қағида, қателік бар жерде өсу бар, қателік бар жерде жаңа нәрсе бар. Қателеспейтін адам ол ештеңе істемейтін адам. Мен арамда, мені тыңдармандарының арасында өзіне сенімді, өзіне қамқормен қарайтын, және де өзіне қолайлы ортаны таба алатын, тек қана вот совершенство дейді ғой, саморазвитие, өзін-өзін өсіруге уақыт бөліп жүрген адамдар болғанын қалаймын. Және де бұл біздің қолымыздан келетініне сенемін. Біз бірге болсақ, үнемі жаңа бір ойдан ой туғызып, жаңа осознанияларға келеміз деген ойдамын. Сол себепті маған тағы да қызықтыратын тақырыптарыңызды жаза кетіңіздер, отзыв қалдырыңыздар, комментарий жазыңыздар, міндетті түрде бөлісемін, міндетті түрде қосыламын, оқимын, және сіздермен бірге болуға дайынмын. Көп рахмет. Сіздермен бірге болғаны Гүлназ. Келесі подкастқа дейін кездескенше